Ассаламағалейкум. Сәлем бердім. Армысыз, сонда мен қазақ бола тұрып, өз ана тіліммен амандаса алмасам, мен қазақтың қызы бола тұрып, өз ана тілімде әруағыма дұға, Құран, мысалы дұға деген не, ол сиқыр деген сөз. Сонда мен ана тілім, құдіретті, қасиетті ана тілім тұрғанда, өзім ата баба әруағына Құран бағыштап, өз ана тілімде бағыштай алмасам, балама ізгі тілек, бата өз ана тілімде бере алмасам, күнделікті екі ауыз сөзді де нан сатып алу үшін өз ана тілімде сөйлей алмасам, мен ұлт емес, мен құмырсқа, шыбын шіркей, пошақ, жәндіктің деңгейінен де түсіп кеттім ғой сонда. Сонда мен адам емеспін, қазақ деген сонда ұлт емес, қазақ деген адам емес, қазақтың тілі сонда ешқандай да бір деңгей, ешқандай да бір құдірет қасиеті жоқ. Сонда мен не үшін өмір сүріп жатырмын? Егер мен арабша амандассам, егер мен орыс тұрса орысша сөйлеп нан сатып алсам, егер мен бүкіл шетелдің тілінде кино, ақпарат жаңағыдай соны алып тұтынсам, мен не үшін өмір сүріп жатырмын бұл жарық дүниеде?